Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын, ұзақ уақытты талап етпейтін, тек қана лимон және апельсин болса болғаны, осылай жылдам жасалатын лимонадтың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен осылай апельсиннің сыртын теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Яғни цедрін. Дәл солай лимонды да жақсылап өткізіп шығамыз. Осылай терканың майда тісінен өткіземіз. Барлығын жинап, ыдысымызға саламыз осындай. Енді үстіне жаңа қайнаған ыстық суды құямыз, шамамен 200 мл-дей. Қалауларыңыз бойынша қант қоссаңыздар болады, тәтті болып шығу үшін. Осыны қантты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы сыртын алған апельсин мен лимонды ортасынан 2-ге бөліп шығамыз. Дәл осылай екі жағын да жаңағы суымызға сығып суын құйып шығамыз. Шырынын, яғни жақсылап істеп шығамыз. Дәл осылай лимонды да саламыз. Енді осы суымызды графинге құямыз. Енді графин толғанша үстіне салқын суды құямыз. Шамамен 2 литрдей болады. Қалауларыңыз бойынша мята салсаңыздар болады. Ерекше дәм беріп тұрады. Осылай араластырамыз. Біздің лимонадымыз дайын. Тоңазытқышта біраз уақыт сақтап, салқындатып ішсеңіздер де болады. Жаз мезгілінде таптырмайтын сусын. Егер сіздерге рецепт пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Басқа да видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге ас болсын.